Егер әлемнің үздік ойыншысы Лионель Мессидің мансабы бас қалай болса, дәлірек айтқанда, оның мансабын колесо фортуны шешсе қалай болады? Видеоның шартымен таныстырсам, Мессидің атында 5 әріп бар, және сол әріптер Мессидің қандай клубта ойнайтынына тікелей байланысты. Мысалы, Месси атында алғашқы әріп М, сондықтан колесо фортуны да М әріпінен басылатын клубтар беріледі. Және Месси әр клубта 2 жылдан ойнайтын болады, демек 5 клубта. Бәрі түсінікті деген ойдамын, түсінбесеңіздер, видеоның барысында түсінетін боласыздар. Мессидің алғашқы клубын анықтаймыз, және бұл бізде итальяндық Монза клубы. Мессидің жасы 19-а, және оған 69 рейтингі берілді. Ендеше біз маусым соғына кеттік. Монза клубы серияны 10-шы орынмен тәмамдады. Олар 38 ойында 52 ұпайды жинаған. Менің ойымша, орта деңгейлі клубқа бұл өте жақсы нәтиже. Ал чемпиондықты бізде Милан клубы иеленді. Олар 38 ойында 87 ұпайды жинады, және өз қарсыласынан 10 ұпайға басым. Өте керемет. Ал кубоктың екінші раундында олар Спезия клубымен кездесті, және олармен тең тарқасып, соңында пенальти сериясы арқылы жеңіске жеткен. Солай 3-ші раундқа жолдама алды. Алайда 3-ші раундта Торино клубымен кездесіп, олардан 3-1 есебімен есе жіберіп, жорықтарын 3-ші раундта аяқтады. Ал кубоктың иегерлері Наполи клубы атанды. Месси өзінің алғашқы маусымында 39 ойынға қатысып, 21 гол соғып, 2 голдық пас берді, және 7 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 7 рейтингті қосып, 76 рейтингіне дейін жетті. Бірінші сезон үшін өте тамаша нәтиже. Онымен қоса Месси серия А сұрмергендерінің ішінен 5-ші орында табылды, яғни ол 37 ойында 21 гол соқты. Ендеше 2-ші маусымға кеттік. Өкінішке орай Монза клубы алдыңғы маусымға қарағанда сәл нашар ойнады, яғни 11-ші орынды иеленді. Олар 38 ойында небәрі 41 ғана ұпайды жинаған екен. Ал чемпиондықты Ювентус клубы алды. Олар 93 ұпайға ие болған, ал Интер клубы болса небәрі 83 ұпай жинаған. Өкінішке орай кубокты да қарқыла алмады. Олардың алғашқы қарсыластары Лекко атанып, олардан 1-2 есебімен жеңіліс тауып, осылайша жорықтарын тез аяқтады. Ал бұл жолы кубоктың иегерлері Милан атанды. Негізгі ойын 3-3 есебімен аяқталып, пенальти сериясы арқылы Милан жеңіске жеткен. Бұл маусымда Чемпиондар лигасын Манчестер Юнайтед жеңсе, Европа лигасын Вест Хэм клубы жеңді, және конференциялар лигасын Астон Вилла клубы иеленді. Месси өзінің кезекті маусымында 39 ойынға қатысып, 19 гол соғып, 1 голдық пас берді, және 2 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 2 рейтингті қосып, 78 рейтингіне дейін жетті. Месси бұл жолы да серия А сұрмергендерінің ішінде 5-ші орынды иеленді, яғни ол 38 ойында 19 гол соқты. Келесі клубты анықтайтын уақыт келді, ендеше кеттік. Мессидің 2-ші клубын анықтаймыз, және бұл бізде тағы да итальяндық клуб, және ол Эмполи клубы. Месси әрі қарай серияда өз мансабын жалғастыра беретін болады, және онымен қоса Эмполи клубы керемет трансфер жасады. Олар өз сапына жас талантты сатып алды, және сол жас талант үшін Монза клубына 50 миллион евроны төледі. Керемет нәтиже. Эмполи клубы серияда 8-ші орынмен тұрақтады. Олар 38 ойында 55 ұпайды жинап үлгерді, және серияда қызықты жайт орын алған. Бұл жерде Интер клубы мен Рома клубының ұпайлары бірдей, және доп айырмасы бойынша Рома клубы алды. Алайда чемпиондықты Интер клубы алды. Неліктен, егер білсеңіздер, пікірге жазып кетіңіздер. Ал кубокта Эмполи клубы Реджана клубымен кездесті, және оларды 2-0 есебімен жеңіп, 3-ші раундқа оңайлықпен жолдама алды. Алайда 3-ші раундта Сасуало клубымен кездесіп, өкінішке орай олардан 4-3 есебімен есе жіберіп, жорықтарын аяқтаған. Кубоктың иелері Интер атанды, және олар бұл маусымда дубль жасай алды. Бұл маусымда Чемпиондар лигасын Барса алса, Европа лигасын Ливерпуль клубы алды, және конференциялар лигасын клуб Бругге алды. Месси бұл маусымда 39 ойынға қатысып, 17 гол соғып, 3 голдық пас берді, және 10 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 4 рейтингті қосып, 82 рейтингіне дейін жетті. Ендеше келесі маусымға кеттік. Эмполи клубы бұл маусымда өте нашар ойын көрсетті. Олар серияда небәрі 12-ші орынға ие болды, яғни олар 38 ойында небәрі 40 ұпайды жинап үлгерген. Яғни алдыңғы маусымнан қарағанда едәуір нашар. Ал бұл жолы чемпиондықты тағы да Интер клубы иеленді.
38 ойында 91 ұпайды жинап үлгерген. Ал кубокта алғашқы қарсыластары Цитаделла атанды және оларды 3-1 есемен жеңіп 3-ші раундқа өтті. Алайда 3-ші раундта алдыңғы жылғы қарсыластары кездесіп, олардан тағы есе жіберді. Бұл маусымда Чемпиондар лигасын Атлетико Мадрид жеңсе, Лига Европаны Вильяреал клубы жеңді және Конференциялар лигасын Аякс клубы иеленді. Месси бұл маусымда 37 ойынға қатысып, 19 гол соғып, 5 голдық пас берді және 2 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 6 рейтингті қосып, 88 рейтингіне дейін жетті. Ендеше Мессидің 3-ші клубын анықтайық және бұл бізде испаниялық Севилья клубы. Месси енді Испанияда өнер көрсететін болады. Дәлірек айтқанда Ла Лигада. Және онымен қоса Месси енді алғашқы рет Еврокубокте, соның ішінде ЮФА Чемпиондар лигасында өнер көрсететін болады. Севилья клубы Мессиді сатып алу үшін аз ақша төлеген жоқ. Олар Мессиді сатып алу үшін бақандай 210 миллион евроны төледі. Севилья Ла Лигада 4-ші орынды иеленді. Олар 38 ойында 73 ұпайды иеленді. Ал Барселона клубы болса, бұл жылы чемпион атанды. Олар 38 ойында 98 ұпайды жинады. Ал кубокта Севильяның жолы бола қоймады. Олар өздерінің алғашқы қарсыластарынан ақ жеңіліс тапты. Ал бұл жолы кубокты Жирона клубы ұтты. Чемпиондар лигасына келсек, Севилья клубы 8 ғана ұпайды жинап, осылайша Европа лигасына төмендеп кетті. Және Европа лигасындағы қарсыластары Марсель атанып, олардан 3-5 есебімен жеңіліс тапты. Месси бұл маусымда 48 ойынға қатысып, 31 гол соғып, 11 голдық пас берді және 15 құрғақ ойын өткізіп, 2 рейтингті қосып, 90 рейтингіне дейін жетті. Онымен қоса, Ла Лига сұрмергендерінің қатарында 4-ші орында табылды. Месси 38 ойында 22 гол соқты, ал үздік сұрмерген ол Левандовски 38 ойында 30 гол соққан. Және голдық пас беру бойынша да Левандовски алғашқы үздікті бастап тұр, 38 ойында 12 голдық пас берген. Севилья клубы тағы да 4-ші орынмен тұрақтады. Олар 38 ойында 74 ұпайды жинады. Егер бір ұпай басым болған жағдайда, Атлетико Мадрид клубынан басым болып, 3-ші орынды иеленер еді. Және бұл маусымда чемпиондықты Реал Мадрид клубы алды. Олар 38 ойында 91 ұпайды иеленді. Өте тамаша нәтиже. Ал кубокта қарсыластары бірден Барселона болып, олардан 1-2 есемен есе жіберіп, жорықтарын ерте аяқтады. Және бұл маусымның кубок иегерлері Атлетико Мадрид. Ал Чемпиондар лигасында Севилья өз тобында 1-ші орынды иеленді. Олар тек бір рет жеңіліс тауып, қалған ойындарда түгел жеңіске жетіп, 15 ұпаймен 1-8 финалға өтті. Ал 1-8 финалдағы қарсыластары РБ Лейпциг атанып, оларды 3-1 есемен жеңіске жетіп, ширек финалға жолдама алды. Және олар ширек финалда Бавария клубымен кездесті. Ойлаңыздаршы, Севилья клубы Бавария клубын жеңіп, 1-2 финалға өтті. Мен өз басым бұндайға сенбедім. Және 1-2 финалда олардың қарсыластары Атлетико Мадрид атанды. Және оларды да жеңіп, тіпті 1-4 есемен жеңіп, финалға жолдама алды. Және бір қызығы финалдағы қарсыластары Боруссия Дортмунд. Олар ПСЖ клубын жеңген екен. Қазір біз финалды бірге тамашалайтын боламыз. Қазір біз Боруссия туралы кішігірім ақпараттар алатын боламыз. Ол клуб соңғы 5 ойында 3 рет жеңіске жетіп, бір тең ойнап, бір жеңіліс тапқан. Әрине, қарсылас қиын емес, бірақ жеңіске жетуге болатын команда. Енді қазір біз ойын нәтижесін көреміз. Және бізде ойын нәтижесі 1-0 Севилья клубы жеңіске жетті. Бұл Мессидің алғашқы ЮФА Чемпиондар лигасы. Өте керемет. Және бізде гол тек қана 62-ші минутта соғылған екен. Және сол жалғыз гол Севильяға жеңіс алып келді. Месси бұл маусымда 47 ойынға қатысып, бірақ та тек қана 17 гол соқты және 10 голдық пас беріп, 16 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 1 рейтингті қосып, 92 рейтингіне дейін жетті. Мессидің 4-ші клубын анықтаймыз және бұл бізде Манчестер Сити клубы. Енді Месси Англияда өнер көрсететін болады. Манчестер Сити клубы өте керемет трансфер жасады. Олар өздерінің сапына жас талантты қосты. Енді құрамның күшейетіні сөзсіз. Осындай керемет құраммен көптеген трофейлерге қол жеткізуге болады. Онымен қоса Манчестер Сити клубы Мессиді сатып алу үшін Севильяға 300 миллион евро төледі.
Месси өзінің алғашқы чемпиондығына қол жеткізді. Манчестер Сити клубы 38 ойында 84 ұпайды жинап, чемпион атанды. Ал одан кейінгі тұрған Ливерпуль клубы болса, 38 ойында небәрі 73 ұпайды жинады. Бұл маусымда Премьер лигада бір қызығы, Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм секілді алпауыт клубтар Еврокубокқа қатыспады. Олардың орнына Астон Вилла, Вест Хэм, Ньюкасл секілді клубтар Еврокубокқа қатысады. Бұл маусым өте сенсацияға толы болған екен. Суперкубоктың иегерлері де Манчестер Сити атанды. Олардың қарсыластары Арсенал болып, негізгі уақыт 1-1 болып аяқталып, пенальти сериясы арқылы Манчестер Сити жеңіске жетті. Кубокта алғашқы қарсыластары Норвич атанып, оларды 5-1 есебімен жеңіп, тас-талқан қалдырып, 4-ші раундқа оңайлықпен өтті. Ал 4-ші раундтағы қарсыластары Уотфорд атанып, олармен алғашқы ойында 2-2 есебімен тең тарқасты. Сол үшін де олар екінші ойында ойнады және екінші ойында Манчестер Сити клубы 2 жауапсыз гол соғып, 5-ші раундқа жолдама алды. Ал 5-ші раундтағы қарсыластары Хал Сити атанып, оларды 3-1 есебімен жеңіп, 6-ші раундқа еш қиналмай өте алды. Және олардың 6-ші раундтағы қарсыластары Ньюкасл атанып, оларды да дәл сол есеппен жеңіп, 1-2 финалға жолдама алған болатын. Және 1-2 финалда олар Ливерпуль клубымен кездесіп, 2-3 есебін тіркеп, финалға еш қиналмай өтті. Және финалда Астон Вилла клубымен кездесіп, оларды 1-0 есебімен жеңіп, 3-ші трофейлеріне қол жеткізді. Карабао каптада алғашқы қарсыластары Норвич Сити атанды, және оларды да бұл жолы аяған жоқ. Жауапсыз 4 голды соғып, 4-ші раундқа қадам басты. Ал 4-ші раундта Брайтон клубымен кездесіп, оларды да 4-1 есебімен жеңіп, оңайлықпен ширек финалға жолдама ала білді. Ал ширек финалдағы қарсыластары Вест Хэм атанып, оларды минималды есеппен жеңіп, жеңістің аты жеңіс болғандықтан полуфиналға шыға алды. Және полуфиналда олардың қарсыластары Blackpool болып, оларға жауапсыз 4 голды соғып, финалға оңайлықпен өтті. Енді финалдағы қарсыластары Ньюкасл. Алайда өкінішке орай, финалда олар Ньюкасл клубына есе жіберіп қойды. Есеп 3-4. Ойын барысында 7 гол соғылған. Ал Чемпиондар лигасында Манчестер Сити клубы мүлдем жеңіліс таппады. Олар 6 ойынның 6-ауында да жеңіске жетіп, 18 ұпаймен 1-8 финалға жолдама алды. Манчестер Сити ешкімді аяр емес. Олар 1-8 финалда Порту клубын 5-0 есебімен жеңіске жетіп, ширек финалға жолдама алды. Алайда ширек финалда өкінішке орай ПСЖ клубымен кездесіп, оларға қарсы есе жіберіп қойды. Сондықтан да жолдарын аяқтауға тура келді. Месси бұл маусымда 62 ойынға қатысып, 42 гол соғып, 17 голдық пас беріп, 20 құрғақ ойынға қатысты. Және бұл маусымда ешқандай рейтингті қоспай, дәл сол 92 рейтингде қалды. Бұл маусымда Месси Премьер лигада 23 гол соғып, сүрмергендердің қатарында екінші орыннан табылды. Онымен қоса Месси Эмиратс капта 7 ойында 10 гол соғып, үздік сүрмерген атанды. Месси бұл маусымда да чемпион атанды. Манчестер Сити клубы бұл маусымда 38 ойынға қатысып, 83 ұпайды жинады. Онымен қоса Англия суперкубоктың иегері де осы Манчестер Сити атанды. Ал факапта болса Манчестер Сити 5-ші раундта Лутон тобымен кездесіп, оларды минималды есеппен жеңіп, 6-ші раундқа өткен болатын. Алайда 6-ші раундта өз қарсыластарынан есе жіберіп, жорықтарын осы жерден аяқтады. Ал Карабао каптың жартылай финалында Лутон тобымен кездесіп, алғашқы ойында 0-1 есемен жеңсе де, екінші ойында 3-2 есемен есе жіберіп, соңында уақыт пенальти сериясына дейін созылып, осылайша пенальти сериясы арқылы Манчестер Сити жеңіске жетіп, финалға шыққан болатын. Және финалда Эвертон клубымен кездесіп, оларға қарсы 2 гол соғып, осылайша Карабао каптың иелері атанды. Ал Чемпиондар лигасында өз тобында 5 рет жеңіске жетіп, бір ғана жеңіліс тауып, 15 ұпаймен 1-8 финалға өтті. Және 1-8 финалдағы қарсыластары Наполи атанып, ойын 5-4 есебімен аяқталды. Және 2 ойын қорытындысы бойынша 5-5 болып аяқталған. Соңында пенальти сериясы арқылы Манчестер Сити клубы келесі кезеңге өтті. Және келесі кезеңде Бавария клубымен кездесіп, оларды 4-1 есемен жеңіп, жартылай финалға оңайлықпен өткен болатын. Және олардың қарсыластары
Ливерпуль атанды. Өкінішке орай Ливерпульден айыра салмады. Месси бұл маусымда 59 ойынға қатысып, 30 гол соғып, 4 голдық пас беріп, 21 құрғақ ойын өткізді және өзіне бір рейтингті қосып, 93 рейтингіне дейін жетті. Мессидің соңғы клубын анықтайтын боламыз және бұл И әріпі және түскен клуб бізде итальяндық Интер клубы. Енді мансабын Италияда жалғастырады. Месси Италияға қайта оралды. Одан алдын Месси Италияда 2 клубта өнер көрсеткен болатын. Онымен қоса Интер клубы Мессиді сатып алу үшін Манчестер Сити клубына 320 миллион евро төледі. Интер бұл маусымда көтпеген нәтиже тіркеді. Олар 38 ойында небәрі 72 ұпайды жинап, 6-шы орынға тұрақтады. Ал бірінші орында болса бізде 38 ойында 80 ұпайды жинаған Ювентус клубы иеленді. Алайда Супер кубокта Интер клубы жеңіске жетті. Олар Наполи клубын минималды есеппен жеңе отыра трофейді иеленді. Ал кубоктағы Интердің ширек финалдағы қарсыластары Рома атанды және оларды 3-0 есебімен жеңіп, 1-2 финалға жолдама алған болатын және 1-2 финалдағы қарсыластары Ювентус атанып, оларды 2-1 есебімен жеңіп, финалға шыға алды және финалдағы қарсыластары Милан болып, 2 Миланды клуб кездесіп, соңында Интер клубы пенальти сериясы арқылы жеңіске жетті. Ал Чемпиондар лигасында Интер өз тобында мүлдем жеңіліс таппады. Олар 6 ойында 5 рет жеңіске жетіп, 1 тең ойнап, 16 ұпаймен 1-8 финалға өтті. Және 1-8 финалдағы қарсыластары Боруссия болып, олардан 2-3 есемен есе жіберіп, жорықтарын ерте аяқтады. Месси бұл маусымда 53 ойынға қатысып, 23 гол соғып, 13 голдық пас берді және 14 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 2 рейтингті қосып, 95 рейтингіне дейін жетті. Ай, бұл жерде Интер клубы 38 ойында 84 ұпайды жинаса, Милан клубы болса 38 ойында 85 ұпайды жинады. Бар болғаны арасы бір ғана ұпай. Егер бір ұпайды көп жинаған жағдайда Интер клубы чемпион атанар еді. Бұл жолы енді Интердің жолы болмады. Ал Супер кубокта тағы да жеңіске жете алды. Олар Наполи клубын 3-1 есемен жеңді. Ал кубокта алғашқы қарсыластары Фразиноне атанып, олармен 1-1 есемен тең ойнасып, алайда пенальти сериясы арқылы жеңіліс тапты. Европа лигасынан келсек, Интер өз тобында 6 ойында 4 рет жеңіске жетіп, 1 тең ойнап, 1 жеңіліс тауып, 13 ұпаймен келесі кезеңге өтті. Оларды келесі кезеңде RB Leipzig клубы күтті және оларды 3-5 есебімен жеңіп, 1-8 финалға жолдама алды. 1-8 финалдағы олардың қарсыластары Ливерпуль атанып, Англияның үздік клубы Интер клубына қарсы түкісе алмады. Интер клубы болса 1-4 есебімен ширек финалға жолдама алды. Ал ширек финалда Спортинг клубымен кездесіп, оларды 5-3 есебімен қапы қалдырып, 1-2 финалға өткен болатын. Және 1-2 финалда олар тағы да англиялық клубты тоқтатты. Ал бұл жолы Арсенал клубын есеп 5-4 болып аяқталды. Финал ПСЖ-ға қарсы. Қазір біз ПСЖ туралы кішкене ақпараттар алатын боламыз және олар соңғы 5 ойында мүлдем жеңіліс таппаған. Яғни 5 ойынның 5-еуінде де жеңіске жеткен. Өте қиын қарсылас болары сөзсіз, бірақ Интер осал қарсылас емес және бұл бұл жерде Интер клубы жеңіске жетті және онымен қоса Месси алғашқы голды соққан болатын. Өте тамаша. Бұл Мессидің екінші Еврокубогы. Месси бұл маусымда 55 ойынға қатысып, 27 гол соғып, 10 голдық пас берді және 15 құрғақ ойынға қатысып, өзіне 2 рейтингті қосып, 97 рейтингіне дейін жетті. Осылайша Месси 10 маусым ішінде 478 ойынға қатысып, 258 гол соғып, 125 голдық пас берді және 9 трофейді иеленді. Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер және арнаға тіркеліңіздер. Онымен қоса сіздерге өзімнің инста аккаунтымды ұсынғым келіп отыр. Онда өзімнің өмірлі оқиғаларым мен алдағы шығатын видеолар туралы инсайт салып отыратын боламын. Толық сілтеме описанияда.